Баршаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Маған көп сұрақтар келіп жатыр. Англияға қалай барамыз, неден басталады деген. Бірінші орында сізге паспорт керек, загранпаспорт деп. Одан кейін ол паспортпен официальный сайттарға анкета толтырасыз. Өзіңіз толтырсаңыз да болады, толтыра алмасаңыз маған айтыңыз. Профильде номерім жазылып тұр. WhatsApp-қа хабарлассаңыз болады. Ақысына толтырып берем. Одан кейінгі этап официальный сайтқа анкета толтырып болғаннан кейін сіз вакансия таңдайсыз агропрактикадан. Басқа сайттар өздері звондаған жағдайда собеседование өтеді. Собеседование бізде оларда орысша өтеді. Ағылшынша білмесеңіз уайымдамаңыз. Орысшаны орташа білсеңіз болды. Собеседование орысша өтесіз және Англияда жұмыс жасаған кезде орысша сөйлейсіз. Олар біледі біздің ағылшынша тілді білмейтінімізді. Собеседование өтіп болғаннан кейін агентіңіз сізден түрлі документтер сұрайды, справкілер және тағы басқа. Кәдімгі Каспиіңізде ЕГОВта бар справкілерді сұрайды, ол түкте қиын емес. Кейін сізге госномер келеді, одан кейін сізді визовый центрге жазады агент. Одан кейін визаға барып тапсырасыз. Ол жақта өздері фотоға түсіреді, паспортыңызды тастап кетесіз. Биометриядан өтесіз, саусақ іздерін тапсырасыз. 1-2 аптаның ішінде, енді 10-15 күннің ішінде визаңыз дайын болады. Кейін сіз Англияға, мысалы мен Каспий арқылы Англияға билет алдым ұшаққа. Тура сол сияқты сіздер де самолетке солай билет аласыздар, барасыздар. Көп фирмалар өздері күтіп алады, 2 адамнан жоғары көп болатын болса. И ары қарай жұмысыңызды жалғастыра бересіз. Барғаннан кейін сізге английский счет ашылады. Мысалы мен Revolut аштым, соған зарплата түсіп отыр. И Каспийге перевод жасауға болады. Егер кімге анкета толтыру керек болатын болса, хабарласыңыздар. Профильге WhatsApp номер жазып қойдым. Баршаға сәттілік тілеймін.